Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің бірінші лекциямыз эволюциялық ілім пәнін оқытудың мақсаттары мен міндеттері және олардың басқа ғылымдармен байланысы. Эволюциялық ілім биология ғылымының ең маңызды және негізгі құрайтын салаларының бірі болып табылады. Ол тірі табиғаттың тарихи дамуы, түрлердің пайда болуы, өзгеруін және жойылуын түсіндіреді. Эволюциялық ұғым тек қана биологияда ғана емес, бүкіл ғылымның дүниетанымдық негізін қалыптастырады. Сондықтан да бұл пәнді оқыту оқушылардың ғылыми ойлау қабілетін, табиғатты тұтас жүйе ретінде түсінуін және дамытуға бағытталған. Эволюциялық ілімнің негізгі мақсаттарына келетін болсақ, эволюциялық ілім пәнін оқытудың басты мақсаты бұл жерде тіршіліктің тарихи дамуы мен оның заңдылықтарын түсіндіру арқылы білімгерлердің табиғи ғылыми дүние танымдығын қалыптастыру. Бұл жерде негізгі мақсаттары тірі ағзалардың тарихи дамуы мен өзгеру себептерін ашу, табиғи сұрыпталу мен бейімделушілік ұғымдарын түсіндіру, түрдің пайда болуы мен жойылуының себептерін түсіндіру, оқушыларды эволюциялық ойлау қабілетін салыстырмалы талдау және дәлелдеу дағдыларын дамыту, тірі табиғаттың біртұтастығы мен үздіксіз дамуы туралы көзқарасты қалыптастыру болып табылады. Эволюциялық ілімнің міндеттеріне келетін болсақ, бұл жерде эволюциялық ілімді барысында келесі білім беру, тәрбиелік және дамытушылық міндеттер қойылады. Бірінші, білім беру міндеттері. Бұл жерде эволюцияның негізгі қағидалары мен механизмдері туралы білім қалыптастыру, Дарвин, Ламарк, Уэллс және басқа ғылымдардың еңбектерімен таныстыру, түрлердің шығу тегі мен биологиялық алуан түрлілікті түсіндіру болып табылады. Екіншісі, тәрбиелік міндеттері. Бұл жерде табиғатқа ғылыми тұрғыдан қарау мәдениетін қалыптастыру, эволюция идеясы арқылы адам мен табиғаттың ажырамас байланысын ұғындыру, оқушыларды ұлт жандылыққа, ғылыми шындыққа құрметтеуге тәрбиелеу. Келесі, дамытушылық міндеттері. Бақылау, талдау және салыстыру қабілеттерін жетілдіру, ғылыми ойлау мен дәлелдеу дағдыларын дамыту, эволюциялық процестерді модельдеу және логикалық пайымдау қабілеттерін арттыру болып табылады. Эволюциялық ілімнің ғылыми жүйесіндегі орнына келетін болсақ, эволюциялық ілім биология ғылымының барлық саласымен байланысты болып келеді. Ол тіршіліктің барлық деңгейінде болатын өзгерістердің ортақ заңдылықтарын түсіндіреді. Эволюциялық ілімнің рөлі барлық биологиялық ғылымдардың теориялық негізі болып табылады. Тірі жүйелердің құрылысы мен қызметін тарихи тұрғыдан түсіндіруге мүмкіндік береді. Адамның шығу тегі мен дамуындағы биологиялық факторларды түсіндіреді. Табиғаттағы әрбір құбылысты себеп салдарын байланысты тұрғысынан қарастыруға үйретеді. Басқа ғылымдармен, ғылым салаларымен байланысына келетін болсақ, бұл жерде эволюциялық ілім тек қана биология ғана емес, басқа ғылымдармен тығыз байланыста дамиды. Байланыс бағыттарына келетін болсақ, бұл яғни эволюциялық ілім генетика мен тұқым қуалау мен өзгергіштің эволюциялық процестегі рөлі зерттеледі. Палеонтология мен қазба қалдықтары арқылы түрлердің тарихи дамуы дәлелденеді. Экология менен қоршаған орта мен ағзалардың өзара әсері эволюциясының қозғаушы күші ретінде қарастырылады. Антропология мен адамның шығу тегі мен эволюцияның дамуы зерттеледі. Геология менен жер қыртысының өзгерістері менен климаттық факторлардың тіршілікке әсері байқалып анықталады. Және де физиология және анатомия мен ағзалардың құрылымдық және функционалдық бейімделуімен талданады. Бұл жерде эволюциялық ілімнің маңызы, эволюция идеясы табиғаттың дамуын түсіндіретін ғылыми көзқарастың негізі. Бұл пән оқушыларға сыни ойлау, салыстыру, себеп салдар байланысын табу дағдыларын дамытады. Адамның табиғаттағы орнын түсінуге, оны қорғау мен сақтауға баулиды. Биологиялық сауаттылықты арттырып, ғылымға қызығушылық туғызады.
Сонымен қатар жаңағы эволюциялық ілім пәнін жаңағы қорытындына келетін болсақ, эволюциялық ілім тіршіліктің үздіксіз дамуын табиғаттың біртұтас дәлелдейтін ғылым ретінде. Бұл пәнді терең әр жүйелі оқыту арқылы болашақ ұрпақта ғылыми дүниетаным, жауапкершілік пен экологиялық сана қалыптасады. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.